gelgen zamanda din musulman amanda 8 arı Seyilxanның balası ay Xarizmде бас қосып ақылдасып кеңесіп құлақшынды қазақтан мал менен жесір алам деп тілекті Құдай берер деп арғымақ мінді жемдесіп ала қоржын теңдесіп бойына қару үледі тілбедеу емінеді қапысыз әбден сайланып әлі Маңғыстауға жүреді ал аққіреуке қолменен сайрап жатқан жолменен күн түн қатып желеді бір күндері болғанда Құба-құнға келеді Абылай қажы басындан ал бір қараны көреді көріп көңіл бөледі сол қараны көрген соң жиналып жәумет қалады арғымағын жаратып қанжардай бұтын таратып басын көкке қаратып жан басына бір-бірден садақасын береді Мықтыбай менен Сарының Бұйқытаулын көреді ауылды байқап көрген соң қайта айнала береді ай жасақтарын бөледі Бұйқыт жатқан ауылдан алдырарын біледі Бедеуге жемді салады сайланып әбден алады Сай-саламен бұғып кеп оңаша елді қамады таң сарғайып атқанда шолпан жұлдыз батқанда ауылдың үстін шаң басты жалаң қылыш жаралады жасанып келген 3000 қол орнатты заман ақырдай бейқам елді бүлдірді найзашына ілдірді ал қағайырып қазанын балтамен ұрып сындырды әлпештеген арудың әділжаннан түңілтіп ат сауырына міндірді алшаңдаған ерлердің ардақтаған жарларын ар жетектеп жүрдірді сандық толы асыл зат ол жаға қарық болады атам мен нарды жайдақтап ұзын жолға салады жесірмен малды алға сап айдап кетіп барады атаңа нәлет жәуметтің оп-оңай жолы болады асаулар алды құр-құрлап аруларды алдай тұр-тұрлап Обырауда алтын түймес ай құлақта сырға жалтылдап жетімдерді алдау желкеден арулар еттай теңселген әулиембекет бұлғалы бұл секілді ит дұшпан ал алған жүрдау еңсемнен қазынаға бөленді аруды құшып кенелді бізден де асқан кім бар деп айдай сыпайы шауып жөнелді ішінде 12 жасар қыз бала дау салып жылап барады ал алатомдай жамылып алладан медет сұрады шыдай алмай қорлыққа әріде бері зарлады зарлағанда не дейді ал жұмыла кеттім мылдиға қайта шығар күн қайда ағып бір кеттім дарияға сүйенетін тең қайда айдын көлі ал айдын бір шалқар көл қайда сол көлдерді жайлайтын жағалай қонар ел қайда ай Маңғыстаудай жер қайда 60 басты Ақорда ай барағын асырып төскейге тігер күн қайда аспанымды бұлт бастау суыққа неғып шыдармын ыстыққа қалай күйірмін көк арбаға қайтып мінермін көк шарықты қайтып киермін жау қолымда жат жерде қалайша өмір сүремін ал патша құдай кең құдай Маңғыстаудың ойында 360 әулие оғландыдау ербек еттім біз секілді бейшараң бұл күндері болғанда көрсеткен күнің осы ма бұлдырлаған ит жауға қалайша пенде болармын Бұйқыт жатқан елімді жасанған жаудың алғанын қармысынды көкемең әлі хабардың тимей қалғаны ай
жамына кір болдайым. Ай, арулардың ажары әлпештеген арудың. Қатты сынды назары бостандық күннен бас кешіп. Жазғанын көрдім Алланың, аман бол қармыш жан атам. Ай, айдауға кетті ай балдарың. Қазағым қара жер болды, қырылды ауыл аймағың. Көзімнің жасы көл болды, басыма қара байладым. Қара бұлттай қаптаған найзалы жендет жан жағын. Ай, алдына түстау дұшпанның жан ата біздей ардағың. Бақыл бол ата көрмесек, салғанын көрдім Алланың. Бақыл бол ата, бақыл бол. Арманда кеттау балдарың, осылайша зарланып әлпеш қыз кетіп барадай. Зарланған мен қыз бала кейінгі қалған қармысқан. Әлі жетпейді қалдай қабары ауи. Ал 9 жасар бір бала сай бойын бұғып қалады. Жау қарасы кеткен соң, ай, жау мұрасы біткен соң, жасанып келген жаулардан ай тығылып қалған сол бала. Көтеріп басын алады, жан жағына көзді салады. Сарын естіп жесірдің кейінгі қалған батырға хабар беру ниетін енді ойына аладым. Ай, жау қарасы батқан соң айналаға қарады. Көз жасым-ау жетімнің бекітулі бір торат. Сай бойында тұрады, жүгіріп бала барады. Бекітуін алады, жолына қолды салады. Ал ырғып мініп алады, мініп алып шу дейді бөктерде жатқан еліме. Шаңытып жатқан жеріме жылдамырақ жеттейді. Жауға жесір кетті ғой, ер қармысты тап дейді. Ал бүгінгі күні шаппасаң, ер қармысты таппасаң, жауға жесір кетеді. Атқа қамшы салады, сауырға тиген қамшы сай бауырын кесіп барады. Хабар айтар жас бала, жайдақ аттың үстінде күндіз түні шапқасын. Ай, сылынып құйрық теріс ай, суыт болдау жүрісі. Бір вақыттар болғанда күн қызарып батады. Енді біраз шапқанда таң сарғайып атады. Таң сарғайып атқанда, таң шолпанып атқанда. Аттандаған бір дауыс құлақты жарып барады. Былайғы жанның ісі жоқ, дауысты шыққан естіп төсекте жатқан ер қармыс. Көтеріп басын алады, хабаршы бала келеді. Келе сөйлей береді, айналайын жаната, хабарда келдім мен айтам. Ал жаумет келіп бас салып ұйқы телін қорғылдай. Мықтыбай менен сарының айдарлысын құлғылды, тұлымдысын тұлғылды. Қол аяғы байлаулы талай-талай асылдар. Арт жағына қарайлап, батыр атам қайда деп арманда кетіп барады. Бармақтары аузында шайнауда кетіп барады. Атпенен нары олжадан айдауда кетіп барады. Барады. Хабардау есітіп төсекте жатқан ер қармыс жан жағына қарады. Қабағы тастай түйіліп, қыранда құстай шүйіліп, ашуына сыя алмай, ақсауытын кие алмай, алдартын кеттау жей алмай, оңай кезек аурудан ай, әлсіздігін ұмытып төбесіне шығады. Уран отын жағады, жылқы шындау күрең ат, ұстапта мініп алады. Астындағы күрең ат, өле қалсам бір жерде, қарамсың деп мінеді. Үстіне киген бош шапан, өле қалсам бір сайдан, кебінім деп киедім. Солқылдаған көк найзаңа басыма сайғақ болсын деп оңғарына іледім. Төлепке хабар беріңдер, мен аттанып барамын. Олар жетем дегенше жауға ойран саламын. 9 кісі қасында, 75-те жасы бар.
шыдай алмай ер қармыс ай жауды қуып барады ай кеткенде жаудың соңынан қуғыншылар шығады асыл туған ер қармыс қарт бурадай жарады белең белең беледі белеңнен асып келеді бір жерлерге келгенде бір бөлек ауыл көреді ол бөлек ауыл кім десең ұруы Жаппас ел екен жатыр екен оянып ай отпенен суға тойынып мал күйлі деп қуанып екі жеңін сыбанып қой қозысын суарып бейқұт жатқан ел екен Жаппасқа жетіп келеді келе сөйлей береді алдым биік артым жар айналуға жерім тар тұйықтан келдім бір торға таңдапта міндей тұлпарға ай жей алмай шықтым адайда ен адайдан шыққасын өзіме өзім сенгенмін Жаппас атам баласы сенен жәрдем болмаса аз кісімен келемін жәуметпенен соғысып жауғарасын құртарған тәуекел етіп сыйынып жаратқан ем Жаппарға азда болса келемін қарға құзғын күш қылмас көп болған мен сұңқарға жей алмай ашуымды тия алмай асығы шығып келемін үстіме сауыт кие алмай алу үшін кегімдай жесірді жауға қия алмай дұшпанның көңілін өсіріп отыңды үфтеп өшіріп ар намысты жігіттер жесірді жауға жіберіп осындай кезде жайланып жаталармау ұялмай үстіңе келген дұшпанға ойлау керек қиялдай ал қиял ойлап келемін қазам жетсе өлермін қабырғамды сөгермін қанымды судай төгермін әулие пірлер жар болса жауда кеткен жесірді айыруға келемін егер қазам жетпесе жасаған Алла жар болып өзі берер себебін сегіз арыс адайда серпіліп шығып келемін ал естіген соң бұл сөзді ай Алланың салған ісінен ұялғанның күшінен Жаппас атам баласы көмек берер кімің бары төлеген ишан бас болып 17 кісі ереді ай ал 27 болады 27 бірігіп жау соңынан келеді ал белең белең желеді түн ұйқысын бөледі бір уақыттар болғанда қармыс сынды батырдың астындағы күрең ат сүйейін деп керілді де елірді ат үстінде ер қармыс төңірекке қарады терескенді боз төңнен түйдек шаң шығып жауғарасын көреді жауғарасын көрген соң көп екенін білген соң өңкей қорқақ Жаппастар бармаймыз деп шегінді де бөліндай сонда қармыс сөйлейді ал жігіттер тұрмаңдар уәдеден енді таймаңдар ал қаруларды сайлаңдар атты қайта ертелі арт қайылды бектелі бір кісіге 100 кісі 8 арыс адайға мұның несі көп деді сол айтқаным болғанды ай мен анадан туғанда өлерімдай білгенмен оңай кезек болғаннан ал онан да өлмей қалғанмын жорықта ал деп жанымдай Алладан тілек қылғанмын сол айтқаным болғанда егер хатын бар болса ай өзімдей бір ұл туса жоқты менің арманым осылай деп айтқансың
атқа қайта ертедім. Құйысқанды қысқартып, ай арт қайылды бектеді. Батыр сонда шамданды, буырқанды, бұрсанды, мұздай темір құрсанды. Атқа қамшы салады, жауға жетіп барады. Таптай шапқан дұшпандай қақ ортадан жарады. Қойға тиген бөрідей бүрліктіріп барады. Ай, тәубесі жоқ ит жөмі түрпейсіп қаладым. Ай бетінен кіреді, ай күн бетінен шығады. Екі рет кіріп шыққанда 18-і құлады. Қайта айналып шапқанда жамандатқыр күрең аяғын қия баспадым. Соңындағы 9 ай басын қорғап қашады. Ай аз екенін білген соң сол арада көп жәумет ортаға алып қармыстай жан-жағынан қамады. Артын байқап алады, желігіп келген батырға айнала найза саладым. Дөңгелетіп алады бағанағы арудың қармысы айтқан осы деп. Ерлігіне бегініп жауда болса сол жерде айнал соқтап қарады. Көкірекке салған бір найза тас табандап тартса да шиеленіп шықпадым. Ер қармысты мықтады, басын жерге нықтадым. 10 жігіттің күшінде 10 найзаның ұшында. Қармыс кетіп барады, омыртқада 10 жаран. Сансыз найза салған соң қабырғада 40 жаран. Шала жансар болған соң ай қаратымақ секілдің айды. Аттан да түсіп қалады яуи. Жау жағадан алғанда, жау жағадан алғанда ит етектен алады. Жапалақ үстбас жапанда қармыс жалғыз қалады. Бозара бөртіп таң атар, қызара бөртіп күн шығар. Ал бұрқыраған шаң шығар. Шаң астынан қараса басшысы төлеп жүзгісі. Ал қармысты төлеп көреді, соңынан іздеп келеді. Жас үлкен ағам деп аттан түсіп ертіліп иіліп сәлем бередім. Ер қадірін ел білер, егіліп қоя береді. Сонда тұрып ертіліп налый сөйлей береді. Ер қармыс-ау, ер қармас, жатырмысың сен қармыс, қуғыншымын мен қармысым. Ал алдартыңды жей алмай, кеткенің сеніңнен қармыс. Сауытыңды ки алмай, жатқаныңа мен тұрмын, көзімнің жасын тия алмай. Ер бабаға ойпырмай, болған екен қиын ісім. Қайырын сұрап жата бер, көп тұруға шама жоқпын. Ай ардақты туған ер едің, жас үлкен ағам сен едің. Ақылға кәмілдан едің, рұқсатыңмен бата бер, өткен іске өкінбе. Жігітке берсін имансыз келе жатыр батырлары, көргеніңді айтып бері. Ай сонда қармыс сөйлейдім. Сен адайдың кімісің, ай айтулы ердің бірісің. Бет алдыңа қарасам белгілі ерге ұқсайсың. Келбетіңе қарасам келісті ерге ұқсайсың. Қабағыңа қарасам ай қас батырға ұқсайсың. Маңдайыңа қарасам қайтпас ерге ұқсайсың. Аузыңа қарасам аш бөріге ұқсайсың. Елігіңе қарасам ер төлепке ұқсайсың. Менің жайым мінекей, өз көзіңмен көргейсің. Көкіректегі шыбын жан шықпаған соң шырағым. Тани алмай жатырмын, тани алмай жатсам да төлеп жанға ұқсайсың. Сірә төлеп боларсың, сол айтқаным сен болсаң. Келмей жатыр ағаңның көп сөйлеуге шамасы. Алып та кетіп барады омыртқаның арасы, он найзаның жарасым. Мен көрген мынау жау болса, айналайын төлеп жан, айыртатын түрі жоқ. Осы жаудың ішінде 18 жасар жас бала осал жаудың бір емесі. 3000 адам ауыр қол, айналайын ер төлеп. Ерліктен қандай кемің бар, тарлықтан бірдей көретін қатын бала қамышын. Айрықша көңіл бөлетін, қасыңа ерген кімің бар әлі. Сонда тұрып ер төлеп, қуғыншының ішінде әнеттің ұлы төлеп бар. Белгілі батыр бегей бар, жүйрек атты кедей бар.
бек сауытты жанақ бар, шабағаншыл медет бар. Ұры табын демесең ай, асау менен барақ бар. Су түбінде тұратын 15 жасар шабай бар. Бегей шабай төгілі ер боп туған талай бар, Кенже деген ауылдан. Тумай аты жазылған, шаппай ізі қазылған. Қой сары менен қонай бар, балықшы деген ауылдан. Балуан Яз батыр бар, өле кетсең сары бар. Адайдың кеткен ар үшін, қатын бала қам үшін. Туыстаған адайда белгілі ердің бәрі бар. Қайсы бірін айтаян, бірі айыр, бірі нар, бірі жая, бірі жал, бірі шекер, бірі балы. Ал бірі қайың, бірі тал, айналайын ағеке. Жауың бізден еремес, әркімде де құдай бар. Сенің көрген жауыңда бір көруге ынтызар. Атымды менің сұрасаң, атамның аты әнетті. Өзімнің атым Төлепті, қаптай шауып қапыда. Көн шарық киген шұнаққа, оларда бізден дәметті. Алла берсін тілепті, сонда қармыз сөйлейді. Олай болса Төлеп жан, Құдай сені қолдасын, оң сапарға жолдасын. Ай берен 40 шілтен қызылсаң болсын жолдасың. Ай жігіттер тұрмаңдар, кеңесті көп бұрмаңдар. Жаназа иман білетін бір кісіні қасыма бас көз көліп тастаңдар. Жаудан қорқып саспаңдар. Аттанып кеткен қалың жау қызыл ойдан өткен жоқ, алашынға жеткен жоқ. Өлейін деп жатырмын, өлейін деп жатсам да атажан деп шулаған қыз келіннің дауысын. Ай, құлағымдан кеткен жоқ әлі. Саған айтар бір сөзім, найза салған жүрекке, қарсы келген жәуметтің 18 жасар баласы. Бұл уақыттар болғанда алшаңдап жүрген ағаңның найзадан болдау жаласы. Жау ішінде жас балаң ат ойнатып айналар. Қайратына мас бала өзі 18 жасында. Қоңыраулы найза қолында, қауіптісі сол дейді. Шүлдірлеген шұнаққыл сол жігітті ұстаңдар. Қармыс үшін аямай басында кесіп тастаңдар. Қайранда менің басым мың жәуметті бір қырған 18-дегі жасым айым. Сол күндегі дәуірім бір келмеді ау қасым айы. Жесір ұзап барады, қошаман сау болыңдар. Ай, адайдың 100 батырым. Ал адайдың 100 батырым. Ерліктен жоқ қапылы. Көңірене желеді, қызыл ойдың түбінен жау қарасын көреді. Әнеттің ұлы ері Төлеп жауды қуды ентелеп, тура жолмен төтелеп, оқ дәрісін текшелеп, қой мойынды құлашат қоймай жетті өкшелеп. Батыр Төлеп келеді сұр бұлттайын тырысып, жон арқасы құрысып, езуінде 2 оқ. Қорамсақта 8 оқ, сонымен жауға келеді, келешіне енедім. Әнеттің ұлы ер Төлеп, жауға тиді ентелеп, астындағы құламен жау ішінде жайнайды. Қора толы маяны бір қара үлек айдайды. Езуінде 2 оқпен екеуіне жеткізді. Садағында 8 оқ, 8-іне жеткізді. Сол бір кезде манағың қармыс айтқан жас жәуметті. Жекпе-жек деп алдынан Төлепке қарсы шығады. Қарсы келген Төлепті кезоқпенен атады. 9 қабат сауыттың екеуінен өтеді. 3-шіге жетеді бұлайғы жанның ентелеп. Қарапта тұрған секілді қармыс айтқан ер жәуметті. Ашу күштай дүр жәумет Төлепке қарап тұрады. Төлеп одан таймады, қолоқпенен байлады. Уақай қазақ ұрдың деп жеке келген жәуметтің аттан түсіп жайрадым. Қармыстың кегін алады, ер қармыстың жолына бауыздаудан шалады. Біреулер қалды қорсылдап, бөріктер ұштау торсылдап. Бір уақыттар болғанда аттанып келген жүзгісін айнымай жауға енген соң, әуелі Алла екінші дем беріп бір ербекет сол күні жәрдем берген соң, мықтым сынған дұшпанның соры әбден қайнады.
бастығы төлеп жүзгісің, ой, қаптаған жауды қайырды, жесір мен малды айырды. Әнеттің ұлы ер төлеп, ер шабайменен бірігіп. Ал көрсетті сонда зайырды, қой мойынды құлашаттың. Шау ішінде ойнайды, тірі қалған дұшпандың, ай, алдына салып айдайдың, ай, ау. Ал бір уақыттар болғанда, қайт оралып ер төлеп, ай, жаралы қалған қармысқан. Жеңдік деп жауды келеді, сүйінші сұрай береді. Сонда төлеп сөйлейдің, ай, қайыңмысың, талмысың? Ал арбанамысың, нармысың? Ел үшін туған ер қармыс, тірімісің, бармысың? Жаудан жесір айырып кеткен кекті қайырып сүйінші сұрап келемін. Ай, төлеп қайтып келгенде, жауда кеткен жесірді айырдық жаудан дегенде, әр уақыты туған ер қармысың. Денеден аққан қарағаны дәмін алып татады, аударылып жатады. Ай, сонда қармыс сөйлейді, айналайын төлеп жанны. Жатқан жерім сұрасаң, Қызылсай менен Алашаң, екеуінің арасы. Дүниенің білдім жалғанын, 75-те жасым бар. Ал енді жоқ менің арманым, мен өлді деп жігіттер бірің нали көрмеңіз. Жауға намыс бермеңіз, қанды көйлек жумаңыз, үстіме су құймаңыз. Шейіттік жолы осы деп қабірімді терең ойыңыз, қыземшекке қойыңыз. Астымдағы күрең ат, қарасыма сойыңыз. 8 арыс адайда егер қатын бар болсам, мендей туар бір бала. Не айтайын жігіттер, көкіректегі шыбын жан шығып кетіп барады. Мен адайдың баласы, көрселім мақшар күн, елге сәлем айтыңыз. Ай, қош аман сау болыңыз әлі.